Қоғамның мыңдаған саласының ішінде ұстаз мамандығы жеңіл, елеусіз көрінуі мүмкін. Алайда, техника мен ғылымды жаратқан мектеп әлемінің тұтастығының тетігі ұстаздың қолында. Ұстаз тәрбиесі қоғамның бағытын анықтаушы күш. Әлем ғұламасы Әл-Фараби, тәрбиесіз берген білім адамның қас жауы деген емес пе? Мұғалім тәрбие мен білім беруден бұрын тұлға жасаушы мотиватор. Ағылшын тілі қазіргі таңда өмірдің әр саласында көш бастаушы тіл. Ағылшын тілі арқылы бүкіл әлемнің тілін табуға, мәнін ұғуға болады. Ғылымның сырын аламын деген жасқа ағылшын тілінің маңызы зор. Қазіргі таңда оқу бағдарламасына еніп жатқан 3 тілдік білім беруде ағылшын тіліне мән берілген. Еліміздің барлық мектептерінде ағылшын тілі шет тіл ретінде міндетті түрде оқытылады. Сондықтан бұл пән бала болашағы мен ел дамуына аса қажет. Менің педагог мамандығына қызығушылығымды оятқан менің алғашқы ұстазым. Оның бала баулағанын, шәкірт оқытқанын көру бойымдағы осы мамандыққа деген шабытымды оятты. Балалықтан басталған арман есейген шақта жүзеге асып, бүгінгі таңда мен де шәкірт оқытып, мұғалімдік даңғылдың соқпағындамын. Оқушы шағым Түркістан қаласындағы Шарафниязов атындағы орта мектепте өтіп, осы мектептен түлеп ұшып Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ағылшын тілі мамандығына оқуға түстім. 2014 жылы оқуды бітірдім. 2016 жылы мұғалімдік еңбек жолының алғашқы баспалдағын Сабыр Рахимов атындағы жалпы орта мектебінде қаланды. Қазіргі таңда толысып жетілген, өз пәнінің толық игерген маманымын. Дегенмен білгенім 19, білмейтінім 99. Өзім еңбек ететін Сабыр Рахимов мектебіне өзім баулитын шәкірттеріме берерім мол. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін.